видео. Қайырлы күн менің жас достарым. Балақай ТВ арнасында жаңа өнерің өрге жүзсін айдары. Жалпы Қазақстан бірнеше ұлт мекендеген біртұтас мемлекет. Барлық этностар тату, достықта өмір сүруде және әрқайсысының дәстүрі, тарихы өзінше бөлек әрі ерекше. Сіздермен мен Назмихмат Айолы Мағжанқызы. Бүгін біз кәріс ұлтының мәдениеті мен ұлттық аспаптарымен танысатын боламыз. Ол үшін Қарағанды облысында орналасқан Достық үйінің кәріс этномәдени бірлестігіне қонаққа келдік. Сәлем Милана, сабағың қалай? Сәлем, жақсы. Мен сіздерді қонаққа шақырамын. Бұл біздің орталығымыздың кабинеті. Ол ханок деп аталатын кәріс ұлттық стилінде жасалған. Мұнда үйлер өте жылылығымен және әдемішілігімен ерекшеленеді. Оларда көп мәдени заттар бар. Мысалы, желдеткіштер, мүсіншілер, ұлттық киімдер және музыкалық аспаптар, тағы басқа да. Кәріс мәдениетте музыкалық аспаптар өте маңызды бөлігі. Бұл жанр самонари. Ол мәдениетте жиі кездеседі. Төрт аспаптың ойнауы деп аударады. Бұл тянгу, кенгари, пук және чин бар. Кайгым бар. Ол қазақ жетігенге ұқсайды. Ерте заманда кәрістер аспаптарды діни рәсімізде, мерекелерде, егін-егу кезде ойнайды. Кәріс костюмдер, ханбок әйелдер костюмы үш негізгі бөлігінен тұрады. Бұл чоғыри, меніңше тима, демше және откөрім лента. Ер үшін костюмы екі бөлімден тұрады. Бұл чоғыри және паджи. Расымен де әдемі екен. Өрнектері сондай әдемі әрі бос екен. Кәріс тағамдар дінділікпен және көкөністер мен теңіз өнімдерінің көптігімен ерекшеленеді. Ал қазір мен Корея десерті кадири туралы айтамын. Кадири өте дәмді тағам. Ол дастарханның жиі кездесетін. Кәрістер өте қонақжай халық. Және біз сіздерді кадири дәмін тұға шақырамыз. Рахмет. Сен айтқандай өте дәмді екен. Аз болсын. Милана маған осы кәріс ұлтының киімдері де, тамақтары да, аспаптары де өте күшті екен. Маған мына жер қызық болып тұр. Дипломдардың бәрін сендер ансамбльдермен алдыңдар ма? Біз өте жиі түрлі конкурстарға қатысамыз. Сол себепті көп марапаттаулар, дипломдар бар. Кәріс этномәдени бірлестігінің Киппам ансамбліндегі балалардың бәрі өнерлі ғой. Ендеше келесі кезекті шығармашылық қойылымдарға берсек. Мұқағали Мақатаев, оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Не тындырдың басымды ием менен. Оңай сөз ғой құрбыма, оңай сөз ғой отан үшін өлемін сүйем деген. Сарамдырмани сенгак суетам, 그렇게 말아주니 마세요. 나무와 바위작은 새들처럼 세상을 느낄 수가 있어요. 자기와 다른 모습 가졌다고 무시하려고 하지 말아요. 그대 맘의 문을 활짝
아름답게 보여요. Ендеше хабарымыздың соңына да жеттік. Келесі жолы да осындай басқа ұлт өкілдерінің тағамдармен, тарихымен, ұлттық киімдермен танысатын боламыз. Ендеше келесі кездескенше.